Сәлеметсіздер. Мен бүгін сіздерге осындай кішкентай күшіктің тігілу жолын көрсететін боламын. Лекалада міне осындай бөліктер болады. Бас бөлігінен екеу, мынау дене бөлігінен екеу, ішкі аяқтардан екеу. Құлақтары 4 бөліктен болады. Мына жердегі маңдай бөлігі мына жерге тігілетін. Ол бізде біреу болады, және де тұмсықтың асты бізде тұмсық бір бөліктен болады. Құйрық 2 штук кесіп аласыздар. Енді мен сіздерге осыны тігіп көрсететін боламын. Енді осы бөлшектерімізді тік бастайтын боламыз. Әуелі мен осы ішкі аяқтардан бастап тігетін боламын. Ол үшін осындай 2 бөлік қиып алдыңыздар ғой. Дәл осының мына жерінен белгі қалдырасыздар. Мына жерден біз қалапайбір салатын боламыз ішкі аяқтарда. Ол үшін біз ішкі аяқтарды тігіп аламыз. Дәл міне осы бөлігіне мынау ішкі аяқтар тігілетін. Былай қараңыздар. Мынау мына жағына келеді дегенде ғой. Енді не істейсіздер? Дәл осы ішкі аяқты аласыздар да, мынау белгіленген жерге дейін 2 шетін тігіп аламыз. Мінекей. Дәл осы жерін түйреп алсаңыздар да болады. Түйремей ақ тіксеңіздер де болады. Жылжып кетеді десеңіздер, түйреп алып отырыңыздар. Дәл мына ұшынан тігіп бастаймын мен. Мына тура 0,5 сантиметр сызыққа неге тігіске бердім ғой. Мына ішкі сызықтармен тігетін боласыздар. Сыртқы сызық емес, ішкі сызықтармен тігетін боласыздар. Мен белгіленген жерге дейін тігіп келдім. Закрепка беремін да. Не істеймін? Мына жерден мен қалапайыр салатын жерді қалдырып кетемін. Енді не істеймін? Екінші жағын тігемін. Ортасынан қалдырдым осындай қылып шамамен. Енді бұдан да үлкен қалдырам десеңіздер, дәл осы жерге дейін тіксеңіздер де болады. Енді біз не істейміз? Дәл осы ішкі аяқты аламыз да мынаған тігеміз. Осы бөліктеріне тігуіміз керек. Ол үшін міне осылай келтіріп аласыздар ішкі аяқтарды. Мына бөлігін мынаған келтіріп аласыздар. Дәл осы жерде келтіріп тіге алмайым десеңіздер, не істейсіздер? Түйреп алыңыздар, мынаның барлығын түйреп. Түйреп тіксеңіздер, сол кезде жылжып кетпейді ойыншықтарыңыз. Дәлме-дәл шығады. Аяқтары аяқтарына тура келіп тұрсын. Дәл осылай келтіріп алыңыздар. Мына жағынан да келтіріп тіксеңіздер болады. Міне. Қазір мен мұндай қыстырғыштармен қыстыра тұрамын. Әр жерінен бір қыстырып алайын. Енді осы бір жағын тігіп аламыз. Тура мына жерден бастап. Мынау ішкі сызықтармен осылай айналдырып тігіп шығасыздар былайына. Бір жағын тігіп алдым. Енді дәл осылай екінші аяғын да тігесіздер. Мынау екінші жағын. Осылай үстіне қоясыздар. Дәлдеп. Мына жерден бірдей қып түйреп алыңыздар. Мына жақ құйрығынан бастап тігейік. Мен екінші аяқты да ішкі аяқты осылай түйреп алдым, түгел қыстырып алдым. Енді осыны айналдырып, мына ішкі сызықтармен айналдырып тігіп шығамын. Мына екінші аяқты қалай тіктім? Дәл солай тігіп аласыздар. Құйрық жағынан бастайсыздар. Міне. Дәл. Міне мына сызық бар ғой, содан бастап тігесіздер. Міне екі жағын да тігіп алдық. Енді осыны мына жердегі бұрыштарын олай кесіп жібересіздер, себебі тартып тұрмау керек. Тіккенде соң тігістің жиілігін 2-ге қойып тұрыңыздар. Сонда ішіне қалапайыр салған кезде ол сетінеп кетпейді. Аның бәрін былай тігіске жеткізбей осылай кесіп шығасыздар. Енді айналдырып көреміз аяқтарын. Шүкір ответканың көмегімен шығарып аласыздар ғой былай. Ұштарын бәрін. Мына мендегі мата кашемир матасы. Сіздер матовый велюрдан немесе королевский велюрдан тіге беріңіздер любой матадан. Мен енді осы кашемир матасына тік көрейін деп шештім. Қаттылау жақсы мата бұл да. Дәл осы матадан да тіксеңіздер болады. Енді ол өз еріктеріңіз.
одан сәл үлкен размер тіксеңіздер де ол да әдемі болады. Мен әдейі шашуға арналған кішкентай размер керек деген соң осы ең кішкентайын тігіп көрсетейін деп отырмын. Негізінен үлкен размер тез тігіледі әрі әдемі болады. Мынандай кашемир матасы міне осындай асты осындай болады, түгі аздау осындай мата. Ал енді мынау мендегі құлақтың ішкі құлаққа, мынау маңдайға, ішкі аяқтарға салғаным ол кәдімгі матовый велюр. Ені 2,80 түк, 3 түк болады. Матовый велюр. Білесіздер ғой? Королевскийдан да тіксеңіздер болады. Міне дәл ішкі аяқтайым болды. Мына жерде бізде мойны болады. Енді бұл ең кіші размер болғандықтан мойны енді қиындау тігілуі мүмкін. Бірақ тігуге болады. Кіші размерді тіксеңіздер мойны осындай кішкентай болады, енді үлкен болмайды. Бұдан тағы бір размер беретін боламын. Оның енді размері үлкендеу болады, мойын тігу қиын болмайды. Бұл бізде ең кіші размер. Екі аласы небәрі 500 теңге болады. Біз ішкі аяқтарын тігіп алдық қой. Енді біз мына бас бөлігінде құлағын тігіп алайық бірінші. Себебі қазір маңдай бөлігін мынау тұмсығын тігіп кететін болсақ, құлақ бөлігі қиындау болып кетеді. Сондықтан құлақ бөлігін тігіп аламыз. Құлақ бөлігінде мен міне ақтан екеу кесіп алдым, және өзінің түстес матадан екеу кесіп алған болатынмын. Енді не істейміз? Біз осыларды бір-біріне былай беттестіріп аламыз, қараңыздар. Қазір мен бір құлақты тігіп көрсетемін, тура солай екінші құлақты да тіге саласыздар. Ол оңай. Енді біреуін көргеннен кейін екіншісін тігу де оңай болады. Мына белгіленген сызық, ішкі сызықтың бойымен тігіп өтесіздер. Бұған түйрек керек емес. Түйрек алам десеңіздер, енді тағы өздеріңіз білесіздер, жылжып кетеді десеңіздер. Тура мына жерден ашық қалдырасыздар, себебі біз былай сыртын айналдырамыз ғой. Бір құлағын тігіп алдым, енді не істейсіздер, мына жерден сыртынан осылай тігіске жеткізбей қиып өтіңіздер. Бұның ішіне синтепух қалапай бір салмай қоясыздар. Дәл осы бетте тіге беретін боламыз. Енді не істейміз? Айналдырып алайық, мынандай бір үшкір отвертканың көмегімен құлақты айналдырып шығамыз. Бұрыш-бұрышын бәрін әбден осылай жазып шығыңыздар. Әп-әдемі құлағы шықты бізде. Мынау екіншісінде дәл солай тіге саласыздар. Мұны мен енді сіздерге көрсетпей-ақ қояйын. Міне мен екі құлағын да тігіп алдым. Енді мына құйрықты тігіп қоятын боламын. Дәл белгіленген сызықпен ішкі сызықтан алып тігесіздер құйрықты. Бізде бұл осылай жоғары қарап тұратын құйрығы болады. Осылай құлақтарын тіктік, құйрығын тігіп алдық. Енді мынау бас бөлігін тігейік. Бас бөлігіне бірінші мынау жаңа айтқан құлақтарды тігіп кетеміз. Ол үшін мына жерде мен белгілеп кеттім ғой, көріп тұрсыздар. Дәл осы жерге мынау құлақты былай кіргізесіздер. Осы ақ жағын қаратып тігетін боламын мен. Әдемі болу үшін аздап кішкене дәл келмей тұрса, ол тұратын жеріне кішкене кесіп жібересіздер былай. Дәл осы жерін қолмен тігіп барып тіксеңіздер де болады. Артығымен осылай шығарып алыңыздар, жарай ма? Артығымен болғаны дұрыс. Дәл осы жерін бірнеше қайтара тігіп кетіңіздер, аударып былай. Себебі бұл сөгіліп кетеді. Құлағын тігіп алдым. Енді екінші жақ құлағын тігеміз. Дәл осылай тігіп аласыздар ғой. Міне екі құлағын да тігіп алдым. Енді мынау тұмсық бөлігімен мына астыңғы тұмсығын тігіп кетеміз. Ол үшін осы жағынан бастап тігетін боламын. Бірінші мынау бас маңдай бөлігін тігіп кетейік. Маңдай бөлігін тура осы жерден аламыз. Мына жағынан ыңғайлы ма? Қазір көреміз. Сызылған жағынан алып тіге беріңіздер, мынандай белгілеп сызып кетесіздер ғой. Тура сонымен аласыздар ғой. Мына жерден тура бұрышына келтіресіздер. Дәл осы жерін түйреп алсаңыздар да болады. Түйремей тігіп көрсетемін қазір. Құлақты ішіне қарай жібересіздер. Осы жерде өте мұқият болыңыздар. Тартып тігіліп кетпесін.
тұмсық бөлігін тігіп алдық. Енді дәл осылай екінші жағын да тігесіздер. Міне тұмсығына дәл келтіріңіздер. Айналдырып көреміз. Құлақтары, маңдайы, бізде тұмсығы. Басы дәл осылай болып шығады. Енді мына жерге біз тұмсығын тігеміз. Дәл осы жерге тұмсығын тігеміз. Мен былай тұрғанда көрсетейін сіздерге. Дәл осы жерге тұмсық тігілу керек қой. Ол үшін мына тұмсық бөлігі бар ғой бізде. Үшкір жағы төмен қарайды, мына домалақ жағы жоғары қарайды. Дәл осыны екі ортасынан былай бүктеп, дәл ортасын тауып аласыздар. Дәл ортасы менде осы жер. Белгілеп қойдым ручкамен. Дәл осы сызықты мынау тура мынау тігіс түскен жер бар ғой, сол жерге келтіресіздер. Былай теріс айналдырып аласыздар. Мінекей. Белгілеген жерді дәл осы сызыққа келтіріп, мынандай қолмен тігіп алыңыздар, инемен. Былай. Дәл осы бұрыштан бастап. Осылай тігіп аламыз. Себебі қолмен тікпесеңіздер дәл осы жері қиындау болады. Енді осыны тігіп өтесіздер. Былай. Бапка бойымен тігіп өтіңіздер. Тұмсығының астын тіктік. Енді айналдырып көрейік. Тұмсығым дәл осылай домалақ болып шығады. Сопақша болып шығады, домалақ емес. Енді не істейсіздер? Мына мойынды біріктіреміз енді қалған. Дәл осы мойынды біріктіріп аламыз. Айналдырып алайық ішіне. Айналдырып алдық. Дәл осы мойынды да қолмен тігіп алыңыздар. Мына жерде бізде құйрық бөлігі бар қазір. Құйрық бөлігінде тік кетуге болады. Дәл осы жерден құйрығында тіге кетейік онда. Тың орны бар міне. Алдында айтып өткендей құйрықтың ішіне аздап синтепук тігіп салып жіберсеңіздер болады. Салмай-ақ тіге бересіздер. Мен қазір кішкене салып көремін. Міне кішкене синтепук салып көрейін. Аздап қана салайық. Енді осыны мынау сызық бойына тік кетесіздер. Былай бізде құйрық былай жоғары қарайды ғой. Сондықтан осыны осылай төмен қаратып мына жерге саласыздар, тура құйрықтың тұсына. Былай тігіп аласыздар. Сәл ептеп шығарыңыздар. Енді мына мойын жағынан былай қарай тігеміз. Денесіне. Құйрығын тігіп алдым. Мойны бізде өте жіңішке. Сондықтан енді абайлап тігесіздер. Дәл мойнында мен сіздерге қолмен тігіп алуға кеңес беремін. Қолыңыздар қате тігіп қойып жүрмеңіздер. Арт жағы мынау бізде алдыңғы тұмсық жағы міне. Соны осылай ішіне кіргізесіздер, мойынның ішіне. Сосын қолмен тігесіздер. Өйткені мойны кішкентай, бізде мына кішкентай размер болғандықтан қолмен тігіп алып бірінші. Сөйтіп барып машинкада тігесіздер. Мынаның арасын ашып аласыздар әбден. Мынау тігіс тамақтың асты мен үстіңгі тігіс бірдей келсін, тура бірдей. Сол жерін жақсылап тұрып қолмен тігіп аласыздар, келтіріп. Қолмен осылай әбден тігіп алдым. Көріп тұрғандарыңыздай. Енді дәл осы арт жағынан бастап, немесе мынау алдынан бастап тігіс жылжып кетпейтіндей машинкаға салып тігеміз. Осылай созып алайын мен. Енді бұл кішкентай размер болғаннан кейін, жаңа айтып өттім ғой, тігілу барысында ептеп қиындық болады. Лапка бойымен тігіп өтіңіздер. Мен мойын жағын тігіп алдым, міне тамағының асты. Мына жердегі арт жағының сызығы бірдей келді. Енді айналдырып алайық та көрейік қазір. Мынандай бір
отвертканың көмегімен айналдырып шығайық барлығын. Әбден аяқтарын бәрін шығарбаңыздар осылай. Күшігіміз осындай болып шықты. Ішкі аяқтары, сырты, екі құлағы, тұмсығы. Енді не істейміз? Дәл осы жерден, тікпей қалдырдық қой, дәл осы жерден қалапай бір немесе синтепукты салып толтыратын боламыз. Дәл мынау бас жағынан бастап толтырайық. Енді міне осындай синтепук салатын боламын ішіне. Сіздер қалапай бір салсаңыздар да болады, немесе мындай метражный синтепондар болады ғой, киімге салатын. Соны да осылай түтіп салсаңыздар болады. Ол да нығыз әдемі тұратын болады. Енді өз қалауларыңыз ол. Ішіне қандай қалапай бір салам десеңіздер де өздеріңіз білесіздер. Енді мынау бас жағынан бастап толтырайық, аздан алып алайық. Нығыздап бірінші басын салып алайық. Тұмсығына келтіріп аламыз бірінші міне. Осылай қолмен нығыздап тұрып, тұмсығын шығарбаңыздар. Мына жердегі тұмсығын домалаған. Тұмсығы нығыздап тұрып салыңыздар, жарайма. Мен ол ойыншықтардың ішіне әбден аямай нығыздап тұрып салам. Сонда ойыншықтың мүсіні шығып, өте әдемі болады. Боста олқы салатын болсаңыздар, ол ойыншықтарыңыз әдемі шықпайды. Мүсіні шықпай, әдемі болмайды. Міне тұмсығын әбден шығарып жатым, көріп тұрғандарыңыздай. Енді бір аяғын көрсетіп кетейін, сосын қалған жерлерінде тура солай саласыздар ғой. Енді оның ешбір оқуы жоқ салудың негізін. Тек нығыздап салсаңыздар болды міне. Қараңыздаршы. Осылай. Мына отвертканың көмегімен мынау ұштарының өзі мына жердегі мынау ұшы тұр ғой. Соның өзіне дейін жеткізіп, тура бүйтіп итеріп тұрып, нығыздап салыңыздар, аямай. Сонда ойыншық өте әдемі көрінеді. Формасын да жақсы ұстап тұрады да, мүсіні шығып. Міне, қараңыздар, табанның өзін өстіп әдемі келтіріңіздер. Енді ішіне бір шама бір 300 граммдай кетіп қалады, себебі нығыздап тұрып саласыздар ғой. Енді бағасын қолжетімді бағада сатам десеңіздер, сол 2,5-3 мың көлемінде сата аласыздар. Енді тіккен еңбектеріңізді бағалаңыздар, 3 мың деңіздер. Көп заказ алатын болсаңыздар, енді 2,5-нан сатасыздар ғой. Міне енді күшігім ішін салып алдым, қараңыздар. Дәл осындай болып шықты. Алдыңғы жағы. Енді мынау ашық жер қалдырдық қой жаңа. Сол жерді көрінбейтін тікіспен тігіп шығамыз. Дәл мынау кеудесінен бастап тігейін. Нығыз салғандықтан ол осылай болып тұрады енді. Дәл осылай өз түстес ақ жіппен тігіп шығамын. Мынау екі жағынан кезек-кезек іліп аласыздар. Білесіздер ғой, ол көрінбейтін тігістің қандай екенін. Ылғи тік көрсетіп жүрмін. Басқа ютубта тегін тұрған видеоларымды көрсеңіздер, сол жерде барлығы көрсетілген. Екі жағынан кезек-кезек ілесіздер. Жаңадан үйреніп жүргендер болса, міне осылай тартасыздар. Анандай леска жіппен тіксеңіздер де болады, ол сөгіліп кетпейді. Ал дәл осы жерде мен жай ақ жіпті 4 қабаттап тігіп отырмын. Өз еріктеріңіз ол. Осылай аяғына дейін тігіп шығасыздар ғой. Кезек-кезек іліп тартып, міне осылай тартып отырып тігіңіздер. Бауыр тігістеріңіз көрінбейтіндей болсын. Күшім осылай дайын болды. Астыңғы жағын тігіп алдым, мінекей. Дәл осылай болып шықты. Енді не істейміз? Біз бұған көз салуымыз керек. Ол көз салу үшін мен міне осындай көзді қолданғым келіп отыр. Пластик көздер өте арзан түрі. Теңіздан немесе Каспийден немесе фурнитура сататын магазиндерден қарасаңыздар, дәл осындай көздер болады. Бұның арты алынады. Мына артында қағазы болады, клейі өзінде жабысып тұрады. Әуелі біз мына көздің орнын белгілеп алайық. Қай жерге салатынымызды. Мен міне осылай салғым келіп тұр. Дәл осылай. Енді не істеймін? Дәл осы жерді мынандай ручканың көмегімен белгілеп алайын. Осылай сызып. Осы жерге салам деп. Көз мөлшермен салып жатырмын. Дәл осылай салам деп шештім. Мен мына жағынан да дәл солай
Ол үшін не істейсіздер, мына жағын өлшеп аласыздар. Метрмен өлшеп аламын, қараңыздар. Мына жоғары жағынан қанша түсетінімді белгілеп алайын. 3 сантиметрдей түседі екен. Дәл мына жерден. Ручкамен белгілеймін үшін. 3-тен белгілеп қойдым. Енді мынау желкесінен мына тұр сызық тұр ғой, содан өлшейік. Содан осы жерге дейін. Где-то 7,5 сантиметр. Мына жағынан. Міне 7,5 сантиметр. Енді мына жері 1 сантиметр. Көзінің аралығы 1 сантиметр, мына жерден де солай. 1 сантиметр. Мына жерден. Осы жерден. Міне шамамен осылай белгілеп алдым. Енді қараңыздар. Тура осы жерге жаңағы көзді қоямын да, бұл жерді де не істеймін? Сызып аламын, белгілеп былай. Көздің орнын. Міне, екі жағында белгілеп алдым. Көзді дәл осы белгілеген жерге көзді жабыстырып кетемін енді. Бұл менде өзі жабысатын көздер. Арт жағындағы несін алып тастайсыңдар, қағазын. Алынды. Енді осыны осылай жабыстырамыз. Міне. Осылай қарап қойып алыңыздар. Өзі жабысып қалады осылай. Не болды? Баса саласыздар. Өзі жабысып қалады. Енді екінші жағын жабыстырайық. Көтеріп жіберіңіздер шкрюзатпен. Қағаз алынады. Теріс жабыстырып қоймаңыздар. Көз жағымен де осылай тұр ғой. Тура солай. Осы жерге жабыстырам. Не болды? Бізде күшігіміз дайын болды. Әп-әйбат болды. Шықты деп ойлаймын. Сіздерде де осындай шағын, әдемі күшік болады. Әп-әдемі болып шығады. Сізге сәт дәл осындай өте әдемі күшікті тігіп табысқа жетіңіздер. Видео ұнап жатса қолдап лайк басып отырыңыздар. Мына жерге тұмсық жабыстырсаңыздар да болады, жабыстырмасаңыздар да болады. Дәл осы жерге. Былай да осылай да әдемі тұр негізі. Ал енді менде мынандай арнайы тұмсық бар, осындай кішірек размерде. Мынандай мұрын таппасаңыздар жабыстырмай-ақ та қойыңыздар, өзі әдемі болып тұрады. Қазір көретін күн одан да әдемі болар. Момент клейді аздап жағып аласыздар, мынандай прозрачный иненің көмегімен былай. Кішкене клейді. Аздап қана жағыңыздар. Осылай жағып. Тура мына жерге салғым келіп тұр. Қараңыздар, әдемі болатын сияқты, иә? Осылай басып біраз ұстап тұрамыз. Дәл осылай болып шықты. Тұмсығымен әдемі болатын сияқты негізінде. Енді осындай әп-әдемі фабричный күшік шығады нағыз. Әйбат болып шықты деп ойлаймын. Күшігіміз. Іске сәт.